Сіз бір рет тамақ ішу үшін көлік, үй немесе бизнес сатып алуға болатын ақша төлер ме едіңіз? Ал әлемде дәл осылай істейтін адамдар бар. Бүгін біз аштық үшін емес, мәртебе үшін шегінетін әлемдегі ең қымбат тағамдармен танысатын боламыз. Бұл видеоны соңына дейін көріңіз, себебі соңғы тағамның қалай жасалатынын білсеңіз шок боласыз. Қымбат тағамдар тек дәмімен емес, сиректігімен, тарихымен және байлық символы болуымен ерекшеленеді. Кейбірін жылына бірнеше адам ғана жесе, ал кейбірі тек аукцион арқылы ғана сатып алынады. Әлемдегі ең қымбат 7 тағамның ең біріншісі алмас икрасы. Алмас икрасы ең ерекше және әлемдегі ең қымбат уылдықтардың бірі болып табылады. Бұл деликатестің аты парсышада алмас деген сөзден шыққан, яғни бриллиант деген мағынаны білдіреді. Себебі оның түсі мен құны өте қымбат әрі бағалы. Және бұл ерекше сирек кездесетін іргелі өнім. Ол альбинос белуга тасбақасының уылдырығынан алынады. Бұл стургеон түрі өте аз, ал альбинос варианттың өзі одан да сирек кездеседі. Сондықтан алмас икрасы жоғары құнға ие. Бұл қайдан алынады? Түп негізі Каспий теңізінің аймағында, бұрынғы Иран және Ресей аймағында өндіріледі. Қазіргі таңда көп мөлшерде өндірілмейтіндіктен көбіне жан-жағындағы арнайы фермелерде өсіріледі. Әлемдегі ең қымбат икралардың бірі ретінде танылғандықтан ол 25 мың, 35 мың доллардан бағасы басталуы мүмкін. Әлемдегі ең қымбат тағамдардың келесі Лоус 13 пиццасы. Бұл ең қымбат және люкс деңгейдегі пиццалардың бірі. Италияда жасалған ерекше гастрономиялық туынды болып табылады. Бұл пиццаны итальяндық шеф пиццеоло жоғары деңгейдегі ингредиенттермен жұмыс істеумен танымал маман Рената Виола дайындайды. Бұл пицца арнайы тапсырыс бойынша дайындалады және кейбір жағдайларда шеф-повар өз командасымен бірге тұтынушы үйіне барып дайындап береді. Бұл нақты люкс қызмет пакеті болып табылады. Оның бағасы шамамен 8300-12 мың доллар шамасында болуы мүмкін. Бұл пицца қарапайым классикалық пицца емес, оның құрамында ең эксклюзивті және қымбат өнімдер бар. Атап айтатын болсақ, 3 түрлі икра, өте жоғары сапалы және сирек кездесетін түрлері, норвегиялық омар, 6-7 түрлі ірімшік, оның ішінде моцарелла да бар. Австралияның Мурай Риверден алынған роза тұзы, тұздықтар мен сусындар ретінде біріктірілген Лоус 13 коньякі, шампанское мен брендилер бар. Дайындалу процесіне келетін болсақ, шамамен 72 сағатқа созылады, яғни 3 күн дайындалады. Келесі әлемдегі ең қымбат тағам ол ақ трюфель. Бұл өте бағалы және сирек кездесетін жер асты саңырауқұлақтарының ерекше түрі. Гастрономиялық әлемде трюфельдердің алмасы деп те аталады. Ақ трюфель жердің астында өсетін саңырауқұлақтар тобы. Ол жоғары бағалы деликатес ретінде тағам өнерінде қолданылады. Ақ трюфель негізінен Италияның солтүстік бөлігінде, әсіресе Альпі аймағында кездеседі. Кейбір жағдайларда Хорватияның Истрия өңірінде де кездеседі. Олар қатерсіз ағаш тамырларымен симбиоз қарым-қатынасқа түсу арқылы өседі, әсіресе қайың, жаңғақ және терек ағаштарының түбінде. Енді ерекшеліктеріне келетін болсақ, таң қаларлық қош иісі бар. Оның иісі өте ароматты. Түсіне келетін болсақ, сыртқы қабығы ақ сары, ал ішкі ұлпасы ақ сызықтармен ерекшеленеді. Трюфельдің құрамында өте көп майлар бар, яғни эфир майлары. Сондықтан да оны жаңа күйінде жеу керек. Өте жоғары сапалы ақ трюфельдің бағасына келетін болса, килограммына мыңдаған еуроға дейін жетуі мүмкін, себебі ол өте сирек және оны табиғи жолмен ғана ала алады. Мысалы, кейбір жағдайларда бағасы 6000-7000 еуро болып келеді.
Келесі кезектегі ең қымбат тағамдардан бірі ол жапон вагyu сиыр еті. Бұл әлемдегі ең қымбат, ең жұмсақ әрі ең мәртебелі еттердің бірі. Ол ерекше майлануымен, яғни мәрмәрленуімен және ауызда еріп кететін дәнімен танымал. Вагю деген нені білдіреді? Жапон тілінде ва ол жапон, ал гю сиыр деген мағынаны білдіреді, яғни тура мағынасында жапон сиыры. Бұл ет тек Жапонияда арнайы стандартпен өсірілген сиырлардан алынады. Неге бұл жапон вагю ерекше? Өйткені Жапонияда бұндай сиырларды қатаң генетикалық бақылаумен, арнайы рационмен баяу өсіреді. Сиырлар стрессіз ортада ұсталады. Қозғалысы, тамағы, күтімі қадағаланады. Әр сиырдың сертификаты мен нөмірі болады. Сондықтан нағыз жапон вагюі өте сирек және қымбат еттердің бірі болып табылады. Негізгі ерекшеліктеріне келсек, оның мәрмәрленуі. Еттің ішінде май жіп-жіп болып біркелкі таралған. Бұл май өте ерекше, жұмсақ әрі тәтті дәм береді. Ал дәміне келетін болса, ауызда еріп кетеді. Ауыр емес, нәзік, кәдімгі сиыр етімен салыстыруға да келмейді. Денсаулыққа әсеріне келетін болсақ, омега-3, омега-6 май қышқылдарына өте бай, холестерині салыстырмалы түрде төмен. Ал бағасы 1 килограммы $3000 басталады. Келесі ең қымбат тағам ол Чокопология. Бұл әлемге әйгілі ультра-люкс шоколад бренді. Ол ең қымбат әрі эксклюзивті шоколадтарымен танымал, атақты бельгиялық шоколадты болып табады. Брендтің басты мақсаты шоколадты өнер мен люкс деңгейіне көтеру. Ерекшелігі өте нәзік, тез бұзылатын, ұзақ сақталмайды, тек тапсырыспен жасалады. Бағасына келетін болсақ, бір данасы $250 басталады. Жапон Crown Melon. Жапониядағы ең қымбат әрі ең беделді жемістердің бірі. Жемістердің патшасы деп аталады. Crown Melon Жапонияның Судзуока префектурасында өсірілетін элиталық қауым болып табылады. Бұл жай қауым емес, люкс сыйлық және мәртебе символы. Жапонияда Crown Melon өсіру өнер деңгейіндегі процесс. Әр өсімдікке тек бір ғана қауын қалдырылады. Әр қауынға жеке күтім жасалады. Температура, ылғал, су бәрі қатаң бақыланады. Пісу кезінде қауын қолмен бұрылып тұрады. Әр қауын нөмірленеді және сертификатталады. Ал енді ерекшеліктеріне келетін болсақ, дәмі өте тәтті, жұмсақ, шырынды, балға ұқсас қош иісі бар. Сыртқы түрі мінсіз симметриялы, торы өте тегіс әрі әдемі, түсі біркелкі жасыл. Сапа деңгейі бойынша ең жоғарғы класс болып табылады. Ал енді бағасы орташа Crown Melon $100 және $300 арасында, ең жоғарғы класы $1000 жоғары. Аукциондарда кейде бір данасы бірнеше $1000 сатылады. Қалай пайдаланылады? Көбіне сыйлық ретінде беріледі. Мейрамханаларда, ресми кездесулерде, мейрамдарда беріледі. Люкс қонақ үйлер мен ресторандарда десерт ретінде беріледі. Жапонияда мұндай жемісті кесіп жеу емес, сыйлау мәдениет. Кофе Лувак әлемдегі ең қымбат және ең даулы кофелердің бірі. Ол ерекше дайындалу тәсілімен және жұмсақ дәмімен танымал. Кофе Лувак Индонезияда пайда болған элиталық кофе. Оның басты ерекшелігі кофе дәндері лювак деп аталатын жануардың ас қорыту жүйесінен өтеді. Жануар піскен кофе жемістерін жейді де, дәндері қорытылмайды да табиғи түрде сыртқа шығады. Бұл кофе Индонезия, Филиппин, Вьетнам, Таиланд елдерінде өндіріледі. Бұл не үшін ерекше? Себебі ас қорыту кезінде ферменттер кофе дәніндегі ақуызды бұзады, ащылығы азаяды, дәмі жұмсақ әрі теңгерімді болады. Бағасы 1 килограммы $1300 басталады. Бір кесе кофе $30 немесе $100. Нарықтағы кофе Лувактың көбі жалған немесе фермада күштеп өндірілген. Енді сіз ойлауыңыз мүмкін, байлар неге осы тағамдарды жейді деп. Бұл тағамдар аштықты басу үшін емес,
бұл статус эксклюзив эмоция сыйлау үшін керек екен. Кей адамдар үшін бір рет жеп көрудің өзі жетістік. Әлемде бір табақ ас үшін бір жылдық жалақысын беретін адамдар бар. Ал сіз үшін дәм маңызды ма, әлде баға ма? Қай тағам сізді таңғалдырды? Пікірге жазыңыз. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар.